Жалпы кез келген мына әлемдік діндердің барлығы адамдарды жалпы қоғамда бейбітшілікке, ынтымақтыққа, бірлікке шақырады. Соның ішінде ислам діні де бейбітшілікті көксейтін, адамдарды сондай татулыққа, ынтымаққа, бірлікке шақыратын діндердің негізгі діндердің бірі ретінде айту керек. Кейбір азаматтарымыз біздің елімізде ислам дінін ұстанамын деп түрлі жаңағы бағыттарға түсіп кеткен, соның себебінен қоғамға, кейде ата-анасына, өзінің айналасында араласатын ағайын туыстары бар, достары, жарандары бар, соларға бір ерсі қылық көрсетіп, жаңағыдай бір бөлініп, араздасып, сондай бір тіпті кейде қауіпті төндіріп жатқан жағдайлар, қауіп төндірген кездер бізде сондай фактілер болды елімізде. Енді бұның да бір себебі діни ақпаратты ол адамдардың дұрыс емес, сенімсіз, жаңағыдай күмәнді ақпарат көздерінен алуы. Шет елдерден қазіргі уақытта мына интернет желісі арқылы да бұрын енді кітаптармен басылып келетін болса, қазір тіпті одан да жеңіл интернет желісі арқылы кез келген шетелде отырған адамдар, идеологтар да отырып, сол сеть арқылы да бір кез келген өзінің үндеуін, насихатын әлемге тарата алады. Сол таралып жатқан ақпараттар біздегі Қазақстандағы ақпараттық кеңістікте де аз емес. Сондықтан сондай бір интернеттен келіп жатқан, әлеуметтік желілердегі болып жатқан келетін ақпараттарға кейбір адамдар оң солын ажыратпай бәріне бірдей сеніп қабылдағандықтан, өкінішке орай сондай бір діннің, ислам дінінің атын жамылған түрлі бағыттарға түсіп кетіп, соңында деструктивті, экстремистік әрекеттерге барып, соның салдарынан өзіне, отбасына да зиян келтіріп, қоғамға қауіп төндіріп зиян келтіретіндей, оның негізінде тіпті дінге де сондай зиян келтіріп, діннің ақ бейнесін қаралап, сондай бір оған күйе жағып жатқан жағдайларға біз куә болып жатамыз. Осындай жағдайлардан біз әрине өз-өзімізді сақтау үшін, сондай дүниелерден біз өзімізді алшақтауымыз үшін әрине білім керек, діни сауатымызды арттыруымыз керек, және діни ақпаратты біз сенімді, ресми ақпарат көздерінен алуымыз аса маңызды. Енді қорытындылай айтқан кезде, ислам діні мұсылман адам қоғамға, жеке бір адамға немесе мемлекетке бір қандай да бір қауіп, зиян, зақым келтіруі ол мүмкін емес. Себебі ислам діні ол Құранда да, хадисте де тек қана адамдарға жақсылық жасауға, егер жақсылық жасауға мүмкіндік болмаса, ең болмаса зияныңды келтірмеуге шақырады.